Вольтердің сөзі бар, атеизм бұл сауаттылардың дерті, діндарлық бұл надандардың дерті дейді. Сен қалай ойлайсың? Вольтердің айтқанымен келісуге болмайды, себебі әлемде қаншама дінді жоққа шығармайда ғылымның керемет ұшпағына шығып жатқан адамдар бар. Еуропада да, мысалы, қазір шығыстан шыққан талай ғұламалар, ғалымдар медицина саласында, жаратылыстану саласында қызмет жасап жатыр. Тіпті астрономия саласында да дінді жоққа шығармай жүргендер бар. Олай болатын болса, біз бір жақты ойлаудан аулақ болуымыз керек. Жалпы бұл таластың барлығы бір жақты ойлаудан туындайды. Мысалы, Фарабидің өзінің білім алған территориясының өзі, ол атеистік ортаға барып білім алған жоқ. Ол нағыз ислами ортаға барып білім алды. Яғни менің айтып отырғаным сол. Ол кезде ислам, бұл доминант идеология. Исламға қарсы пікір айтқандар, сын айтқандар қудаланады. Әл-Фараби да, Авиценна да тура сондай қуғын сүргінмен өткен өмірлері. Енді жалпы қуғын сүргін деп айтуға болмайды. Мысалы, Бируни бар, басқа да Ибн Рушд бар, Туфейл бар, Ибн Баж бар, талай мен екеуімен ғана шектеліп отырған жоқ. Ислам дүниетанымында Кордова халифатына білесіз қандай мықты ғалымдар шыққан. Сондықтан бұл жерде мынандай мәселе болмау керек. Яғни белгілі бір, мен керісінше айтар едім. Мысалы, қазір исламның формасы бар да, мазмұны жоқ. Қазіргі мұсылман деп отырған адамдардың көбісінде мазмұн жоқ. Неге солай болды? Енді олай болған себебі бірнеше факторларға байланысты. Бірнеше факторларға. Себебі жалпы атеизмнің даму ғасыры бұл ең дінсіз ғасыр, бұл 20-шы ғасыр. Мысалы. Ғылыми техникалық прогресс ғасыры. Мысалы, ғылыми техникалық прогресс ғасыры. Сол ғасырда біз 74 жыл өмір сүрдік, бірақ дамыған жоқпыз. Өйткені атеизм деген сөз адамды дамытады деген сөз емес. Жоқ, Совет үкіметінің тұсында атеизм болған жоқ. Совет үкіметі атеизмді жамылды, өздерінің саяси қарсыластарын жою үшін. Бірақ, мысалы, генетиканы жоққа шығарған мемлекетті ғылымды дамытатын мемлекет деп айту қиын. Енді жалпы идеологиялық тұрғыдан айтып отырмын мен. Идеологиялық тұрғыдан шынымен де, мысалы, Маркстың әртүрлі теорияларына сүйене отырып, осындай дәрежеге жетті. Бірақ, мысалы, дінді ұстанған кейбір мемлекеттерден де даму тенденциясын байқауға болады. Менің ойымша мынандай процесс. Еуропа діннен алшақтады, себебі дінді белгілі мүдделерге пайдалана бастады. Кейін де мұсылмандар белгілі мүдделерге дінді пайдалана бастаған кезде осындай тоқырауларға орын ала бастады. Екінші фактор бұл жалпы шығыс қоғамында батыс қоғамының үстемдік жүргізуі. Мысалы, бодандықта болған мемлекеттер, шығыс қоғамының 99% бодандықта болды дейтін болсақ, ешбір билеуші мемлекет билігінің астындағы мемлекетті дамуға жібермейді. Әр уақытта шикізат көзі ретін ұстап тұруға тырысады. Оған біздің өткен тарихымыз куә. Сондықтан бұл жерде қандай да біреуді кінәлау, ана бір қазақта сөз бар ғой, аталғанша атынан көріп, аталғаннан кейін қатыннан көру деген сияқты. Мысалы, мен дамымай қалдым, себебі дін осындай кер тартпа деген сияқты түсінік, ол қате ұғым. Жалпы мысалы, Қараханиттер кезеңінің өзінде Мұса хан тұсында біз исламдың мемлекеттік дін деп жариялдық 960 жылдар. Сол кездердің өзінде дінге сенушілердің, дінді күнделікті өмірде қолданушылардың пайызы мәдениеттанушының пікірінше 23%-ден асқан жоқ. Яғни халықтың 70-76%-ға дейін діннен бейхабар болды, немесе діннен салғырт болды. Қазірде мысалы 10-15% дін ұстанушылар бар, 80-85% дінге қарсылар бар, болмаса бейтараптар бар, олар ғылыммен айналыспайды. Олардың мақсаты діншілдерді кінәлау. Шын мәнісінде діннің ішінде де ғылымға кедергі келтіріп жатқан мәселе жоқ. Сен дініңді ұстан, имандылығыңды сақта, болмаса ішкі жан дүниеңде дінді қажеттілік сенім деп есептеп отырсың, өйткені адам тек қана осы физикалық өмірден тұрмайды ғой. Адамның болашаққа қатысты үміттері бар, күдіктері бар, уайымдары бар, қайғылары бар, неше түрлі метафизикалық сезімдері бар. Өлгеннен кейін не болам, жаңағы Шәкәрім айтады ғой, жаңағы жардың шашы сансыз көп, әркім бір тал ұстап жүр. Әркім бір тал ұстап жүр. Біреу мынау мен дінім деп жатыр, біреу отқа табынды дейді, нұрдың түбі Құдай деп, біреу тасқа табынды, олай емес былай деп. Яғни әркім өзінше дін ұстанып жатыр. Болмаса әртүрлі сенімнің артында жүр. Ол мәселеде тұрған жоқ. Мәселе ол нәрсе сенің жаңағы ғылымыңа, дамуыңа кедергі ма? Нақты. Сол кезде онымен күресуге болады. Себебі ол жерде фатализм ұғымы бар. Жаңа Құдай маңдайыңа жазып қояды, содан кейін не болса жаңа берем десе форточкадан береді деген сияқты, желдеткіштен береді. Ондай сенім исламда жоқ. Яғни дінде жоқ ондай нәрселер. Ал егер дінге сондай, бізде мынау қазір шатастырып алдық. Дін мен діндарды шатастырып алдық. Діннің негізгі көзі діндар діннің жемісі ғой. Діннің жемісі болғанда ол өзінің санасының жемісі, дінді түсінген. Сондықтан мысалы кейбір діндарлар бар, оны көріп дін деп айтуға болмайды. Себебі Абай да діндар болды. Абайдың мысалы қазіргі қара сөздерін болмаса шығармаларын қазір қайталап жатқан діндарлар жоқ. Шәкәрім де діндар болды. Менің жарым қыз емес ақиқаттың шын нұры дейді.
ондай болса шәкәрім сияқты ойлайтын қазір неге адамдар жоқ? Дінге сыни қарай білетін неге адамдар жоқ? Адам егер ақылын өзі жұмыстата алмайтын болса, діннің догмасымен жаңа өзіңіз айтқандайын, Вольтердің мүмкін сөзінің кейбір ақиқат қырымнау шығар. Адамдар ойланғысы келмейді, содан кейін біреудің айтқан догматымен дінде еліктеушілік дейді ғой, соның артынан жүре береді, жаңағы Құдайға жағайын деп ойламайды дейді ғой абай. Сол сияқты адам өзінің былайша айтқанда аргументін болмаса өзінің бір сыни пікірін қалыптастыра алмағаннан кейін мүмкін біреудің пікірімен жүру оңай шығар, басын қатырмай. Бірақ ол мәселе онымен шектеліп қалмайды. Яғни діндарлардың ішінде де ойлануға мүмкіндігі бар адамдар бар. Жын оны ойланба деп айтпайды, оны таппа деп айтпайды, Құдайдың құдіретін зерттеме деп айтпайды. Сондықтан бұл жерде бір жақты пікір айтудан біз негізінде аулақ болуымыз керек. Жалпы мен дінді де жақтамаймын, дінсіздерді де жақтамаймын. Неге десеңіз, діннің ішінде де талай жаңағындай кертартпалар бар. Болмаса дінге жаңағы мынау дін деп бетіне айна сияқты көрсетіп, діннің қадірін қашырып отыр. Қазіргі 21 ғасырдағы діннің қадірін қашырып отқан ол діндар. Ізгілік деген ұғыммен, мораль деген ұғыммен діннің арасында тепе-теңдік белгісін қоя аламыз ба? Әйтпесе ізгілік пен мораль дінсіз де бола ала ма? Бола алады. Өйткені екі түрлі көзқарас бар. Этикалық антропоцентризм дейді, адамнан туындайтын этика. Ол туралы ойшылдар бар. Адамгершілік институтын дін меншіктенбейді. Меншіктей алмайды. Ал бірақ діннің іші тұнып тұрған мораль екенін тоже жоққа шығара алмаймыз. Діндар атеист не үшін бөледі? Ол бірінші Құдайдың пендесі. Егер діни тұрғыдан алған кездің өзінде, ол да Құдайдың пендесі. Сондықтан бұл жердегі мәселе, бұл жердегі өреге байланысты. Егер сіз мысалы діндар бола тұрып, адамзаттың бәрін сүй бауырым деп абай айтты. Мысалы Руми айтады, сен мейлі отқа табынушы бол, мейлі пұтқа табынушы бол, кел дейді. Біздің неміз медресеміз үмітсіздіктің медресесі емес дейді. Бәрін бүкіл адамзатты құшағына алды. Яғни дін деген дүниені қарапайым мынау бастауыш деңгейдегі догматтық деңгейлерден емес, үлкен адамзаттық деңгейден ойлап, сен оны құндылық ретінде өзің сақтан, бірақ басқаларды да жаратылыс ретінде, тіршілік көзі ретінде жаратылғандарды жақсы көр, жаратқаның үшін дейді. Ондай бір деңгейде моральдық деңгейге шыққан адамдар, менің ойымша ешбір адамның кеудесін итермейді.